Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін ең дәмді, ең керемет болып шығатын синабон бөлкелерінің рецептімен бөлісемін. Сондай дәмді, ерекше болып шығады. Мамықтай жұмсақ. Бұл бөлке корица қосылып жасалатын бөлке. Міндетті түрде жасап көріңіз, сізге ұнайтынына сенімдімін. Видеоны соңына дейін қараңыз. Ең алдымен жылы сүтке құрғақ ашытқы саламыз. Оның үстіне қант, бір жұмыртқа, одан кейін ертілген сары май құямыз. Тұз салып, барлығын жақсылап араластырамыз. Ұнды аз мөлшерден сала отырып, жұмсақ қамыр илейміз. Ұнды мен алдын ала електен өткізіп алдым. Ұнды міндетті түрде електен өткізіп қосамыз. Қолымызбен илеп, жұмсақ қамыр жасаймыз. Қолымызға жабыспайтын сондай жұп-жұмсақ қамыр болады. Үстелдің үстіне де жақсылап илеп, одан кейін ыдысымызға саламыз. Бетін жауып, жылы жерге көтерілуіне 1-1,5 сағатқа қалдырамыз. Қамырдың жақсы көтерілуіне тікелей ашытқыға байланысты, сондықтан да балғын ашытқыны пайдаланамыз. Міне менде 1 сағат уақыт өтті, осылай өте жақсы көтерілді. Енді ыдысымыздан алып, жақсылап илеп аламыз. Одан кейін үстелдің үстіне кішкене ұн сеуіп, қамырымызды жаямыз. Қамырдың қалыңдығы шамамен 1 сантиметрдей болатындай етіп жайып аламыз. Қатты қалың да, қатты жұқа да болудың қажеті жоқ. 1 сантиметр бізге жеткілікті болады. Енді бөлме температурасындағы тұрған жұмсақ сары майды барлық жағына жағып аламыз. Немесе сары майды толық ертіп жақса да болады. Одан кейін корица мен қантты осылай біркелкі болғанша жақсылап араластырып аламыз. Қамырдың үстіне осылай барлық жағына сеуіп шығамыз. Енді рулет секілді етіп шетінен бастап ораймыз. Қатты тығыз ғып ораудың қажеті жоқ, орташа тығыздықта орап шығамыз. Мен барлық құрамын, мөлшерін осы видеоның астына описанияға жазып қалдырамын. Осылай орап алдық. Енді біз қарапайым жіпті алып бөлеміз. Жіппен бөлген өте ыңғайлы әрі бірдей болып бөлінеді. Осылай 10 немесе 12 бөлікке бөліп аламыз. Енді формаға пергамент қағазын төсеп, барлығын қойып шығамыз. Пергамент қағазы болмаса, сұйық май жағып пісіруге болады. Енді қызып тұрған пеште 180 градуста 25-30 минут пісіреміз. Міне менде 25 минут уақыт пісті. Енді біз бетіне жағатын помадканы дайындап аламыз. Бұндай менде қаймақ пен қант ұнтағын қосып араластырдым. Осылай осы помадка маған қатты ұнайды. Немесе сүзбелі ірімшікпен де помадка жасасаңыз болады. Барлық синабонның бетіне осылай жағып шығамыз. Міндетті түрде пештен алғаннан кейін ыстық күйінде осылай помадканы жағамыз. Ол біздің синабондарға сіңіп, дәмі одан сайын керемет болып шығады. Видеоны соңына дейін қарағаныңызға көп рахмет. Қазақша каналды қолдап, төмендегі подписаться батырмасын басып, тіркеліп, лайк басып, төменге өз пікіріңізді қалдыруды ұмытпаңыз. Назарларыңызға көп рахмет. Сіздермен болған ұл мекен. Астарыңыз дәмді болсын. Хош, сау болыңыздар.